Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздермен қатпарлы нанды жасау жолымен бөлісемін. Жасыл түсті қатпарлы нанды жасау үшін біз укроп және көкпияз қолданамыз. Жуып тазартып алған укробымыз бен көкпиязымызды ұсақтайтын ыдысымызға бірден саламыз. Үстіне бір дана жұмыртқа жарамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Бір кесе су. Дәл осы судың көлемінде етіп ұн қосамыз. Ұнды қоспай қоюға болмайды. Ұсақтайтын ыдысымызда ұн да болу керек. Әдемі түс шығу үшін шамада бір кеседей ұн салып жібереміз. Қамырымызды басқа ыдысқа алып, үстіне ұнды қосымша салып, қамырымызды жұмсақ қылып илеп аламыз. Бізге тым қатты қамыр керек емес, жұмсақтау болғаны дұрыс. Қамыр дайын болды, шамада жарты сағаттай тұндырып қойып, қамырымызды жазамыз. Ет пісірген кезде жазылатын қамыр секілдетіп жаза береміз. Тым жұқа етудің қажеті жоқ. Қамырды үлкен етіп жазып болғаннан кейін оны ыңғайлап көлемін кішірейтіп бөліп аламыз. Бөліп алған қамырымызды жұмсақ күйінде сақтау үшін арнайы ыдысымыз немесе салфан қолданамыз. Бөліп алған қамырымыздың бір бөлігін алып, оны кесіп, қайта жазып қойып, бетіне еріген сары май жағамыз. Сары май үйдің майы, не болмаса дүкеннің 72 немесе 82% сары майларды жағамыз. Сары майды жағып болғаннан кейін қамырымызды дөңгелетіп ораймыз. Дөңгелетіп орап, бір шетке қоямыз. Пісіретін кезімізде кішкене жазып жіберіп пісіреміз. Нанды пісіріп жатқан кезімізде көп май құймаймыз, аздап тамшылатамыз. Қамырымыздың ар жағын бер жаққа аударып, қозғап тұрып пісіріп аламыз. Міндетті түрде үйіңізде дәл осылай нан жасап көріңіз. Сізде қалай болып шықты? Ой пікіріңізбен бөлісіңіз. Каналыма тіркеліп алыңыз. Видеоны көңіл бөліп қарағаныңызға көп рахмет.